Өркен өсіп өркенде, күнде болсын мереке, қызықтарын көрерміз, ұрпақ өсіп жеткенде. Жеті саның жетістік, Алла берген кеңістік, жауын болып жел суласа, сонда болар кеңістік. Тілек бата берейін, тіл көздерді кесейін, шипа дұға нұрымен шапағатын төгейін. Биік болсын талғамың, Құран болсын қорған, имандылық жолында, бір Алла өзің қолдағын Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ал қолын бетінсін бай қимай жатыр ғой сіздің батаңыз. Сағыз бір жақсылап бата беріңіз. Тілеймін ол. Айт. Мен ертең Ахметтің аяғында жақсылап бір бата беріңіз. Экзамен тапсырсын. Иә. Тілеймін осы саған адалдықты, мөп-мөлдір, ары таза адамдықты, Алла жақсысың деген бар ғой, басыңа берсін бақыт, амандықты, тілегің орындалсын иншалла. Аумин. Әне қолма-қол аузыма түсті. Бұл жүректен шығару қиын ғой енді әрине. Оны енді тыңдаушы сіздің арқаңызда ғана айтылып жатыр оның бәрі. Әмин, Армандай берсең жетесің ең басы, жасымаңыз өмірде. Адам өмірге келгеннен кейін күліп жүру керек. Жылап келіп, жылап кетпеу керек. Бірақ алдында жақсылық болады деп ойлап жүру керек. Соның бәрі қабыл болады. Өйткені біз шауып жүрміз, аяқ көрді, көз берді. Осыған Аллаға рахмет айтып, дұға оқып жүрсеңіз, сонда бағыңыз жанады. Ұқтың ба? Дұға оқып жүру керек сен. Ана кешкеден жылай берсең, оның кейін Алла тағала жақсы көрмейді. Алла тағала. Жылаудың да өз орны бар. Алла тағала жаратқанда жылау керек. Алла тағала бір жақсылық берсе де жылауға да болады. Алла мұны да жақсылық берсін. Шүкір Алла деу керек. Ал қиындық берсе, оны жеңу керек. Ол қиындықты жеңе білу керек. Жігер керек, сенім керек. Өлең айтып жүрсің сен бір арна, бізге арна бір өлең айтып жүрші. Жоқ, рас қой, бір сен өлең жақсы айтасың ғой, бір өлең айтып жүрсіңші ағаңа арнап. Ол шай дайындап отыр. Давай сен Елдос бауырымыз звондап отыр. Сонда жетеді.